Кофе кесесі құлап, шағылады. Мұны бәріміз көргенбіз. Бірақ біз ешқашан кері процесті көрмейміз. Сынықтар еденнен секіріп, кесеге қайта қосылмайды. Осы асимметрияның себебі физикадағы ең маңызды идея. Оны энтропия деп атайды. Ал оны түсіндірудің әдеттегі тәсілі. Энтропия дегеніміз тәртіпсіздік, ең жақсы жағдайда жартылай дұрыс. Сіз энтропия, тәртіпсіздік деп естіген шығарсыз. Тәртіпсіз үстелде энтропия таза үстелдегіден көп. Кірпіштер үйіндісінде энтропия мұнарадан көп. Бұл интуиция пайдасыз емес. Бірақ ол жасырын болжам ұсынады. Біреу сіздің бөлменізді таза үлгімен салыстырады деп. Әлемде таза үлгі жоқ. Сондықтан бізге дәлірек анықтама керек. Жаңа карта дестесін алыңыз. Жаңадан ашылған. Тек бір реттілік бар. Тұздан патшаға дейін. Әр масттан, ретімен. Енді араластырыңыз. Мүмкін реттілік саны 52 факториал. Шамамен 8-ге 1067 дәреже көбейтілген. Кез келген кездейсоқ реттілікті қалпақтан суырыңыз. Оның мүлдем сұрыпталған болу мүмкіндігі шамамен 8-ге 1067 дәреженің біреуі. Іс жүзінде 0. Бірақ міне қызығы. Кез келген нақты араластырылған дестенің пайда болу мүмкіндігі де 8-ге 1067 дәреженің біреуі. Сонда неге сұрыпталған ерекше сезіледі, ал араластырылған жай сезіледі? Өйткені кездейсоқ болып көрінетін реттіліктер сұрыпталған болып көрінетіндерден таңғаларлықтай көп. Энтропия. Жай ғана санау сұрағы. Жүйе осылай көрінетін қанша түрлі тәсіл бар. Екі негізгі сөз. Микрокүй. Нақты реттілік. Әр карта өз орнында. Макрокүй. Сырттан көрінетін көрініс. Сұрыпталған, араластырылған. Немесе барлық пика бетте. Макрокүйдің энтропиясы жоғары. Егер оған көп микрокүй сәйкес келсе. Аз. Егер тек бірнешеуі сәйкес келсе. Сұрыпталған, бір микрокүй. Араластырылған. Шамамен 1067 дәрежедей. Мұның формуласы бар. Ол Людвиг Больцманның басындағы тас бетіне ойылған. S тең K көбейтілген логарифм W. S. Энтропия. W. Бақыланған макрокүйге сәйкес келетін микрокүйлер саны. W неғұрлым көп болса, энтропияда соғұрлым жоғары. Міне сонша. Бұл толық идея. Енді термодинамиканың екінші заңын, тәртіпсіздік сөзін қолданбай қайта жазамыз. Бөлмедегі ауа молекулаларының барлығы бір бұрышқа сығылып тұр деп елестетіңіз. Осындай көрінетін микрокүйлер өте аз. Демек, бұл макрокүйдің W мәні өте кішкентай. Оларды босатыңыз. 1 секундтың ішінде олар біркелкі таралады. Таралған көрінетін микрокүйлер өте көп. Демек, таралғанның W мәні өте үлкен. Жүйе таралуды таңдамады. Жайған таралған болудың тәсілі сығылған болудан әлдеқайда көп. Екінші заң. Керең космостық қалау емес. Бұл жай ғана статистика. Бұл бізді уақытқа алып келеді. Неліктен әлемде уақыт бағыты бар? Неліктен өткен болашақтан өзгеше? Өйткені әлем таңғаларлықтай мүмкін емес. Таңғаларлықтай төмен W күйінен басталды. Үлкен жарылыс тарихтағы ең реттелген сәт. Ал содан бері тек жоғары қарай жол бар. Уақыт бағыты. Энтропия градиенті. Сіздің кофе кесеңіздің ешқашан қайта құрастырылмауының себебі физика оған тыйым салғандықтан емес. Ол кесе сияқты көрінетін микрокүйлер саны, шалшықтай көрінетін микрокүйлер санынан есеп жетпес есе аз болғандықтан. Уақыт. Сынған жұмыртқалар, еріп жатқан мұз, әлемнің жылулық өлімі, барлығы санаудан.